орындаған сайын жанына галочканы басып, ең соңында өзімізді бағалауға әсерін ететін бұл әдіс, балалар? Ешқандай да ойнамаймыз. Жанына әр орындаған тапсырма сайын галочка басып, галочка деген нанема қой. Немесе плюс қойып отырғандар болады. Қосу белгісі. Деп атаймыз. Мысалға, Жазира биледі деген сияқты. Екінші бізде топ, ол жайылма. Яғни жайылма сөйлемдер бізде тұрлаулы мүшелерден құралады. Яғни балалар тұрлаулы мүшелер. Тұрлаулы мүшелер деген не екен? Бастауышпен баяндауыш. Бастауыштың сұрақтары қандай? Көрсет аламыз, яғни тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері бар сөйлемдерді біз жайылма деп атаймыз. Сонымен жалаң деген қандай екен? Бастауышпен баяндауыштан құралған сөздер. Мысал келтірейікші. Басқа да мысал бар ғой? Көк көйлек киіп дұрыс емес. Оқушы оқыды, әмір секірді десекші? Келеді, әмір биіктіктен секірді. Биіктіктен деген ол жайылма болып кетеді. Біз яғни тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелер бар сөздер. Мысалға, Ханшайым өте әдемі биледі десек, жата ма? Тағы келтіріңдерсіңдер? Димаш биіктіктен секірді. Келеді. Димаш оқыды. Димаш оқыды десек, ол жайылма бола ма? Жайылма болып кетеді, десекші? Балалар көп оқыды десекші? Келеді. Балалар көп кітаптар оқыды десек келеді. Сонымен түсінікті болды ғой, жалаң мен жайылма сөздер. Топқа біріктік. Енді топ бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші психологиялық ахуал жасап жіберейік. Яғни бір қошемет жақсы көңіл күй үшін. Екінші қошемет өте жақсы сабақ өту үшін. Үш қошемет тамаша өту үшін. Ал енді сабағымызды бастайық. Сабақты бастамас бұрын бейнематериал көріп кетейік. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді. Мысалы, құрылыс аяқталды. Тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелер бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Мысалы, құрылыс биыл аяқталды. Мектеп қызия ғой. Барлығын тұр қоя. Соңаны бірге орындап көрейікші. Жарайды, алдымен мәтін түрлерін, жанры мен стилін есімізге түсірейік. Мәтіннің үш түрі болады. Әңгімелеу мәтіні, оқиғаны ретінде баяндайтын мәтін, сұрақтарын естеді. Сипаттау мәтіні, зат немесе құбылысты сипаттайтын мәтін, сұрағы қандай? Баяндау мәтіні, оқиға, құбылыстардың себебін дәлелдейтін мәтін, сұрағы неліктен? Дұрыс. Жанрдың бірнеше түрі бар. Өлең, ертегі, әңгіме, мақал мәтел, жаңылтпаш, тағы да басқалары. Өлең поэзия, ырғаққа, ұйқасқа құралған көркем шығарма. Қара сөз, проза, көркем әдебиеттің үлкен бір саласы. Өлең сөзінен айырмасы, онда сөз ырғағы еркін, өлеңдегідей қандай да бір белгілі өлшемдер сақталмайды. Зат, құбылыс, ғылыми танымдық мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ал енді тапсырманы орындап көрейік. Мәтіндерді оқып айырмашылығын тап. А мәтіні кең байтақ Сарыарқа даласына көз тоймайтын сәніне қарағанда, барша жұртын әлемнің тамсандыра, тігілген хан шатыры өз алдына. Әмірі Нұрсұлтан Қазақстан Республикасының елордасы. Қала Сарыарқаның солтүстігінде Есіл өзенінің бойында орналасқан. Еуропа мен Азияны байланыстыратын тарихи орталық. Елордада Бәйтерек монументі, хан шатыры, сауда орталығы, Нұрәлиев мұражайы салынды. Мәтіндердің айырмашылығы жағдайында Біреуін ба?
өнерінің табиғаты бейнеленген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттарды бейнелеуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Сонымен мәтінде не туралы айтылған балалар? Бейнелеу өнері, иә? Және оның жанрлар айтылған, иә? Пейзаж. Тағы қандай жанр айтылған? Портрет. Десек біз ол жалаң бола ма, жайылма бола ма? Сурет салма. Жалаң болады, иә? Ал егер пейзаж сурет салынды десек ше? Жайылма, иә? Яғни ол жерде толығырақ қандай сурет екені айтылып тұр, иә? Ал натюрморт сурет салынды десек ше? Жайылма, иә? Ол жерде де жанры барлығы айтылып тұр, иә? Дәптермен жұмыс жасап қойма. Мысал келтірдік, иә? Екінші жайылма ше? Сонымен бастауыш пен баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүшелерінен қатысатын сөздерді атаймыз, иә? Олар сөйлемді толықтырып, ойды толық жеткізеді. Ал біз жалаңда ойды тек бір сөзбен айтатын болсақ, ал жайылмада біз толыққанды қамтимыз, иә? Мысалға, әңгіменің барлығында толыққанды жайылма сөйлемдер болады, иә? Ал енді ойын ойнап жіберейік, иә? Сіздерге қазір мен сөздер таратамын. Сол сөздерді тақтаға келіп, магниттермен ілетін боламыз, иә? Бір-бірімізге қататын боламын. Сендер жалаң жайылма екенін ажыратып, дайын отырыңдар, иә? Сосын магнитпен бірге ілетін боламыз. Сонымен ойланып болдық па? Магниттер арқылы жабыстырыңдар, иә? Бірінші суреттегі аққалан суретінде жалаң, иә? Екіншісінде жайылма, яғни соның жанрын жабыстырып, иә? Аққаланның бетін жауып тастамаймыз, иә? Жалаңдағы сөйлемдердің барлығын дұрыс қойыпсыңдар, жарайсыңдар. Bir шапалақ. Жайылмадағы сөйлемдер. Тағы да дұрыс, жарайсыңдар. Сендер сабақты өте дұрыс түсініпсіңдер, иә? Өте дұрыс жауап беріпсіңдер. Апай мен Жандарындағы жұптармен бірге жұмыс жасайтын боласыңдар, иә?
жаңған кезеңе жұптық жұмыс барлығын екі жұп бірге жұмыс жасайды. Расымен Әліби жұмыс жасайды, Димашпен Әмір бірге жұмыс жасайды болады. Келесіне жұпта Айнел мен Лясина жұмыс жасайды. Мына жерде Айзеремен Мен ол енді оқушы жатты. Жасым кешке бізге келді. сендерге бітіп қойсаңдар қосымша берейін. Жайын ма, я? Так, кішкентай. Апай болдық. Апай біз болдық. Апай біз екінші. Біз екінші. Бірінші тапсырмада 5 не тұр ғой, нүкте тұр ғой. 5 қойсаңдар болады. Қазір сөздер таратамын, соның жалаң жаяма екенін ажыратамын. Апай бізге Екінші тапсырма дегенде қосу қойсаңдар болады. Субъектісіне. Галочка қойсаңдар да болады. Болды па балалар? болды. Келесі қазір мәтінді оқимын. Галочка ойындары. Не екен сонымен? Бастауышпен. Есімін атын береді, иә? Ал енді келесі баяндауыш дегенбіз. Не қылды, қайтты. Апай мыналарда екеу ғой, бізде біреу ғой. Үш тал қойсақ, 3 бал қоямыз.
Келесі Айнере дайындал. Дайындал. Лилия дайындал. Айнере дайындал. Найзағай жарқылдады дейді. Дұрыс емес. Бас Қайрат отырды. Бота. Нам қолын шығарып жіберші. Қолын шығарып жіберші. Дана